Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, маған қолдау көрсетіп отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай бір тамақтың рецептісімен бөліскім келеді. Кешкі асқа тез дайындай қоюға баратын өте дәмді тамақ шығады. Ол үшін осындай тауығымызды алып, тауықтың етін төртбұрышты қылып, квадратный қылып турап ыдысыма салдым. Міне енді осы туралған тауығымды тұз, бұрыш және кориандр салып араластырамын. Егер сіздер өздеріңіздің қалаған басқа да дәмдеуіштеріңіз болса, қосуларыңызға болады. Мен өзім кориандрдан басқа көп приправаларды ұнатпаймын. Осылай араластырып қойдым. Енді қазір мен осындай духовке салатын ыдысыма осындай макаронды салдым. Үстіне тауығымды жайып тұрып тегіс салып шығамын. Енді үстіне құятын құймасын дайындаймын. Ол үшін 4 жұмыртқамды жарып алып, тұз, бұрыш салып, жақсылап тұрып араластырып аламын да 300 грамм сүтімді құямын. Бұны да әбден жақсылап араластырып, кішкене дәмін қараймын. Құттай тұз аздау секілді болды, сондықтан кішкене тұз салып жіберіп, енді мен осындай ыдысым арқылы барлық жеріне тегіс жету үшін осылай үстерінен құйып шықтым. Және осындай жіңішке туралған помидорымды үстеріне қойып шықтым. Сіздер жоқ болса қоймасаңыздар да болады. Маған өзіме ұнаған соң мен қойдым. Және сырымды теркіден өткізіп, мен қазір осыны ыдысымның бетін фольгамен жабамын да 180 градуста 30-35 минутта пісіріп шығарамын. Егер де сіздер бетінің қызарған қаласаңыздар, фольгасын алып тастап, тағы бір 5 минутқа қойып болсаңыздар болады. Мен өзіме осылай ұнайтын болғандықтан мен бетін ашып қоймадым. Рахмет.